Достар, сәлем, сіздермен мен Ақжолтай. Бұл React курсының екінші сабағы. Бүгін бізде компонент жасау, пропертилер, стильдер және 13 әрекеті деген осы тақырыптарды өтетін боламыз. Өткен сабақта естеріңізде болса біз мынадай итератор жасадық. Ол міне осылай жұмыс істейтін еді. Және мен мына жерде h1 мен UL-дарды қосып қойдым, оларға назар аудармай қойыңыздар. Енді біріншісі компонент жасау. Біз компонентті осыған дейін өткенбіз, бірақ біз оның бәрін HTML CSS-те біз класс ретінде алатынбыз. Енді компонентті түсіндіретін болса, ол сайттың бір логикалық тұрғыда бөлген бөлігі. Мысалы, header, footer, sidebar деген сияқты әрбір бөлікті логический тұрғыда осы компонентке бөлеміз. Енді біз мына бір итераторды осы app.js-тен бөліп алайық, бөлек компонентке шығарайық. Себебі солай логикалық тұрғыда бөлген дұрыс болады. Source-ның ішіне ол үшін жаңа фолдер жасаймыз, жаңа папка қосамыз. Енді итератор деп жасайын оны. Итератор, оның ішіне файл қосам. Итератор .jsx. Компоненттерді JSX-пен біз жазатын боламыз. Мен app.js-тегі бүкіл кодты көшіріп ала салам, және ол жерде тұрған артық кодты алып тастаймын. h1 мен UL-дар керек емес, тек осы керектері. Және app дегеннің орнына итератор деп жазатын боламын. Және expert default app дегенді итераторға өзгертемін. Сонымен менде итератор деген компоненті дайын. Енді мен app.js-те жазылған артық кодтарды алып тастаймын. Және енді мына div counttардың орнына осы жерге енді мына компоненттен жазатын боламын. Итератор. Сақтаймын. Менде қате болады, итератор is not defined дейді. Яғни итераторды мен импорт жасауым керек. Сіздер басқа жерде тұрған кодты қолдануғыларыңыз келсе, сіздер әрқашан импорт жасайсыздар. Import итератор from-нан кейін қай жерде орналасқанын біз табуымыз керек. Міне app.js-те біз қазір тұрмыз, осы файл, және итератор, папканың ішінде итератор. Итератор кіші әріппен байқасаңыздар, бұнда өте қатты ескеру керек. Нүкте слэш жазамыз басында. Және итератор .jsx жазбаймыз, тек итератор дегенмен шектелеміз. Сақтаймыз, осы жерде енді қайтадан бағана біздің 23-тер пайда болды. Қайтадан итераторымыз пайда болды. Мен бұны алып тастасам да ештеңе өзгермейді. Және бірнеше ретте қосалам. Міне 4 рет қостым, менде 4 рет итератор пайда болды. Міне компонент әдістің ең бірінші пайдасы ол біз кодты көшірмей, яғни мұнан бәрін мен бірнеше рет көшіріп атқан жоқпын. Оны компоненттің атауын ғана 4 рет жазып отырмын. Және менде 4 рет шығатын болады. Және байқасаңыздар, мен біреуін өзгертем, қалғандары өзгермейді. Яғни бір-біріне әсер етпейді. Бүгінгі өтетін тақырыптардың бәрін қамту үшін біз мына итераторды алып тастайық та, енді басқа нәрсе жасайық. Біз жемістердің тізімін жасап көрейік. Ол үшін мен әрине div-тен бастайын. Және div-тің ішіне параграф қосам. Бұл жерде бізде жемістің атауы болатын болады. Name, мысалы, алма. Және small деген тағы бір тег қосайын. Small-ға біз жемістің санын жазайық. Count, мысалы, 20. Сақтайым. Міне бізде бірінші жеміс пайда болды. Екінші және үшіншісін қосып көрейік. Міне қостым. Қараңыздар. Мен структурасыны бірдей 3 элемент қостым. Яғни осындай кезде міне біз компоненттен қолданамыз. Бізде 3 рет қайталанып тұр ғой. Сондықтан бұл жерге компонентті жаңадан қосайық. Ол үшін тура жаңадай итераторды қосқандай. Мен fruit деген компонент қосайын. Яғни жеміс. Ішіне файл қосам. fruit.jsx. Енді бастау үшін function функцияны мен бастаймын. Fruit және return, яғни ол бір нәрсе қайтару керек. Ол бізге әрине HTML қайтару керек. Div, мына жерге
fruit works деп жазып қояйын. Одан кейін соңғысы экспорт. Басқа файлдар қолдана алатын болу үшін export default fruit деп жазатын боламын. Енді мына жерге fruitты жазамын. Және оны әрине мен импорт жасауым керек. Импорт жасауым тура итераторға ұқсайды. Fruit. Бірақ бір айырмашылығы бар, қараңыздар. Мына жақта итератор мен кіші әріппен жазғам. Мына жерде fruitты бас әріппен жаздым. Негізі көп жағдайда осы бас әріппен, яғни ішінде қандай компонент тұр, тура солай жазған дұрыс болады. Енді fruitworks шықты, бәрі жақсы жұмыс істеп тұр. Енді мына fruiттың ішіндегі структураны мына осыған дейін жазған структуралар сияқты осылай өзгертуім керек. Менде тағы бір екінші orange пайда болды. Қалған мына жазғандарым керек емес, тек fruitты қалдырам. Fruitты бірнеше рет көшіре берем. Менде 3 fruit шықты. Бірақ менде өзім қалағандай емес, барлығы бір текст болып қалды. Міне orange. Apple деп өзгертетін болсам, әрине барлығы да өзгеретін болады. Ал маған уникалды болу керек. Әртүрлі болу керек. Apple жаңағы жазған банан және orange болу керек. Және сандары да әртүрлі болу керек. Ол үшін бізге property көмектеседі. Оны жасау үшін property деген не ол? Қараңыздар, мысалы, мына жаққа енді фруттарды әртүрлі қылу үшін мен сырттан, яғни мына app.js-тен мен жаққа беруім керек. Мысалы, мынаның атауы Apple болу керек. Мынаның атауы банан болу керек. Және мынау orange болу керек деп осылай беретін болам, иә? Бірақ енді оны мына жақта көрсетуім керек қой. Мен қазір name деп жазғанмен, мына жақта ештеңе өзгермейді, қараңыздар. Мен мына сақтадым, мына жақта ештеңе өзгерген жоқ. Бұрынғыда Apple болып тұр. Orange деп өзгерте салайын. Orange болып өзгеріп тұр. Бірақ мыналарды қолдануым керек мен. Name'дарды қолдануым керек. Property, яғни осы жерге props деген болу керек бізде мына жақта. Естеріңізде болса, мына функцияның осы жақшаның ішіне жазатын айнымалының аты бұл параметр еді. Параметр деп айтқанбыз. Бұл енді React-та компоненті болғандықтан props немесе properties деп атаймыз. Properties'тен қысқарған props. Енді осы props-ты көрейік, не көрсететін бізге? Бұл бізге не қайтарып тұр екен? Props сақтайым. Және app.js-ті мен мына жақта екеуін әзірге комментарийге алып тұрайын. Тек Apple-ды көрейік. Apple дегенде консольда көрейік. Жаңартам. Менде артық код шықпайды. Name Apple деп шықты, қараңыздар. Мен мына жерде props-ты консольға шығардым. Менде ол объекттің ішінде name Apple бар екен. Яғни мен жақта name деп беріп тұрмын, Apple. Сол мына жерде шығып тұр. Мына жаққа басқа да property бере аламын. Мысалы, 10 деген count'ты жіберсем, 10 деген count менде шығады. Міне объекті өзгерді. Басқа да кез келген бір ақпарат жіберетін болсам, менде ол шығатын болады. Артығын алып тастайық. Count тұра берсін. Енді қараңыздар. Мен оны мына жақта қолдануым керек. Props, яғни объекттерді көру үшін біз props нүкте деп жазатын боламыз. Props нүкте name. Мына жаққа әрине props нүкте count. Сақтайым. Бізде Apple өзгерді және 10 деп шығатын болды. Енді қайтадан банан мен orange'ді қайтарайын. Екеуін қайтарсам, менде банан мен orange шығады. Бірақ count'тары жоқ. Count'тар жоқ, себебі мен count'ты мына жақта беріп атқан жоқпын. Оны міне қарасаңыздар, міне банан және orange шығып тұр. Count мүлде жоқ. Объекттің ішінде ешқандай жоқ. Осындай жағдайлар болады. Бұндай кезде мен керек болса әдепкі жағдайда санын беретін боламын. Әдепкі жағдайда ол 0 болып көрсетіп тұру керек маған. 0 екенін білуім керек. Міне 0. Кез келген нәрсе жазуға болады мына жерде. Ал мынау естеріңізде болса нулевой оператор. Байқасаңыздар, стиль онша емес. Мына жақта түсініксіз болып тұр, кішкене әдемілеп жасап қояйық. Ол үшін мен мына жаққа класс берейін. Класс, мысалы, fruit сызықша item, яғни fruit'тың item екенін біз білуіміз керек мына жақта. Мынау класс, мысалы, fruit name болсын. Fruit name сақтайым. Және
бұған стиль жазу үшін мен басқа бір файл қосам. Файлды, яғни CSS файл қосам. Бұл қарапайым CSS, осыған дейін үйренген. Бұл жерге CSS стильдер жаза береміз. Нүкте fruit item, бұл бізде сырты. Яғни бұл жерге padding беріп қойық. Padding 10 пиксель. Background color берейік. Және fruit name. Fruit name, бұған color берейік. Red бірден көру үшін. Және padding margin опциях. Margin 0. Және на fruit itemге margin боттан берейік. 12 пиксель кеттік. Сақтайым. Сақтайымды және ештеңе жұмыс істемейді, себебі мен импорт жасаған жоқпын. Мына fruit білмейді, мына жақта CSS бар екен. Сондықтан мына жаққа импорт жасаймын. Жаңа айтқандай, басқа жақтан біз файл қолданатын болсақ, оны импорт жасауымыз керек. Және қараңыздар, мен import from деп жазбаймын, import бірден бүкіл файлды импорт жасай салам, себебі ішіндегі бүкіл CSS керек маған. Міне барлығы жақсы жұмыс істеді. Бірақ қараңыздар, менде үлкен қып-қызылмен warning тұр. Invalid DOM property дейді, class did you mean class name. Осыған дейін біз класс деп жазып келдік HTML-де, бірақ енді React-қа келетін болсақ, class name беруіміз керек. Себебі ол жерде класс кілт сөз болып табылады, класс деп беруімізге болмайды. Жаңартам, менде ешқандай қате жоқ. Қараңыздар, стильдің бәрі орындалып тұр, өте жақсы, әдемі болып көрініп қалды. Бұлай стиль берудің бір үлкен бір кемшілігі бар. Мына fruit CSS глобалды болып кетеді, глобал стиль болып кетеді. Оған дәлел, міне қараңыздар, мына жақта бізде мысалы React екінші сабақ деп тұр ғой. Бұған fruit name деген стиль беретін болсам, класс беретін болсам, бізде ода қараңыздар, қызыл болып кетті түсі. Яғни мына fruit CSS-те жазған стилім мына app.js-те орындалып отыр. Бұл енді үлкен бір кемшілік болуы мүмкін. Сондықтан бұның кемшілігін көрмеу үшін, яғни сіздер глобалды жасаған кезде CSS класстарды сіздер уникал жасау керексіздер. Яғни мына жақта жай ғана name десеңіздер, бұл басқа жерде name'ді жасап қоюларыңыз мүмкін. Сондықтан басында fruit деп, яғни fruitқа ғана қатысы бар екенін осылай жазып отырыңыздар. Глобалды болса жарайды name деп жаза бересіздер. Стиль берудің тағы бір түрі бар, ол inline стиль. Біз осыған дейін HTML-де осылай жазғанбыз, style, мысалы color, red деген сияқты. Бірақ бұл жұмыс істемейді, React-та бұл қате болып шығады, себебі ол React-та бұл стиль, ол объект болып табылады. Міне қараңыздар, ол үшін міне React-ның жақшасын жазамыз және объект береміз. Міне қараңыздар, ішкісі ол объект. Объект және color деп, мысалы blue берек, көк берек. Бұл кезде енді жұмыс істейді, қараңыздар. Не болды? Color, blue және ол жұмыс істеді. Тағы бір айырмашылығы, font size берген кезде, мысалы, font size немесе text decoration деген сияқты екі сөзден тұратын стиль берген кезде, property берген кезде, біз былай жаза алмаймыз. Мынау қате болады. Міне оған дәлел көрсетейін, 20 пиксель деп жазатын болсам, бұл қате болады. Мына жақта сызықшаның орнына camel case-пен жазуымыз керек. Яғни font size, text decoration деп жазатын болсаңыздар, текст, яғни сызықшаның орнына бас әріппен бастап кетесіздер екінші сөзін. 20 пиксель дедім, ол орындалды менде. Сосын қараңыздар, тағы бір мынадай күшті жер бар. Біз пиксельмен жазатын болсақ, біз оған жай ғана сан берсек те болады. Яғни 30, ол 30 пиксель деген мағынаға ие. Және мынаяқтан бірден мынадай нәрсе туындайды. Біз сандардың сөздерін blue деген сөздердің орнына біз айнымалыны қолдана аламыз. Себебі біз қазір JavaScript пен CSS-ті байланыстырып тұрмыз. Стиль беріп жатырмыз, бірақ оның айнымалыларын, JavaScript-ның айнымалыларын қолдана отырмыз. Міне мынаяқта фонт деген айнымалы қосайын. Фонт бізде мысалы 23 сақтаймын. Бізде бәрі өзгеретін болады, себебі мына font size бұл 23-ті қазір қабылдап тұр.
мынадай нәрсе жасап көрейік. Мына біздің фонт сайзды динамичный қылып көрейік. Динамичный деген сөз ол әрқашан өзгеріп отыратынын қылайық. Қазір бізде ол 23 болып қатып қалып тұр. Ол өзгеру үшін әрине біз useState қолданамыз. State қыламыз оны. useState. Мына 23 берейік. Фонт және set фонт. Міне бірден қате шығады, себебі мен импорт жасаған жоқпын. Енді мына жерге бүйтейік. Мына P-ның астына екі кнопка қосып қойық. Тура осы итераторда қолданғандай мен тіпті бұны көшіріп те жаза аламын. Мына жаққа екі кнопканы берейік және add пен функция, минус функцияларын қосып қояйын. Мына жаққа функцияларды қосам және функцияларды өзгертуім керек. Мына жақта фонтты жазамыз және set фонтты жазамыз. Сақтайым. Міне бізде add пен минус бар. Addті басатын болсам біздің фонт өзгеріп жатыр. Біздің шрифттің үлкендігі өзгеріп жатыр. Минусты бассам кішірейіп жатыр. Енді add пен минусты кішкене мағынасын келтіру үшін кішкене былай жазып қояйық. Мысалы increase. Міне осылай біз CSS пен JavaScriptті байланыстырдық. Дәл осылай біз анимацияны жасай аламыз. Ал енді бүгінге ең соңғы тақырып onChange әрекеті. Ол үшін бізге input керек. Inputты қосайық. Және бұл input не істейді? Input қазір былай істесін, countты өзгертетін болсын. Яғни бізге қазір жаңа state қосу керек. Оны count деп атай берейік және props'тағы count алып тастайық. Оның орнына count қоямыз. Мына жерге count және set count. Әзірге ол 23 болып кетті. Мынаны онға айландырайық. Және inputқа енді value берейік. Value бермес бұрын бір тексеріп алайық. Ол нақы кез келген нәрсе жаза аламыз. Оған типін сан берейік. Number яғни value бізге countты жазсақ болады. Енді countты жаздым, барлығы 10 болып кетті. Енді басқа бір сан жазатын болсам, ештеңе жазылмайды. Қараңыздар. Мен оны өзгертіп жатырмын, бірақ 10-нан өзгермейді. Себебі мен value'ды нақты бердім, нақты value осындай болу керек деп. Ал оны өзгерту үшін бізге onChange керек жаңағы. onChange тура onClick'ке ұқсайды. Ол өзіне функция қабылдайды, сол функцияны жұмыс істететін болады. Мысалы change input деген функция берейік. Change input function қосам жаңадан. Бұл функция шақырылып жатқан тексеру үшін біз консоль қоямыз. Консольға change деген әрекет жіберем. Жаңартам және мен мынаны өзгертіп көрейін. Мысалы мынаны сандар басып жатырмын. Әрбір басқан сайын бізде консольда міне change деген ақпарат шығып тұр. Яғни мына change input ол дұрыс жұмыс істеп тұр. Енді қараңыздар, мен мына change input не үшін қолданатыным? Себебі мына count өзгертуім керек. Ол үшін мына жақта бір қандай да бір жазып жатқан ақпаратты алуым керек. Жазып жатқан ақпаратты алу үшін мына жақта яғни бір қандай да бір property бар. Prop деп жазсайын әзірге. Prop деп сақтайым. Жаңартайын. Мына жақта консольдарды алып тастайық, артық консольдарды. Жаңартып көрем. Және 10 дегенге мысалы бірдеңе бастым. Санды жазып жатқан кезде менде synthetic base event деген менде бір объект шықты. Объект және объекттің ішіндегі маған қызығы таргеттің ішінде value. Value менде 10 болып тұр әзірге. Міне, мына объект қарасақ, бұл event. Сондықтан мына event деп өзгерте салайық, кішкене мағынасы болу үшін. Event пен әлі талай жолығатын боламыз. Енді eventті көрдік, evenттегі таргет керек деп айттым жаңа, таргет value керек бізге. Value сақтаймын және жаңартам. Мысалы 2-ні бастым. 2-ні басым 102 болды. 3-ті басым 103, 4-ті басым 104. Себебі 10-ға қосылып жатыр ғой. Ал мен оны өзгерте алмағандықтан
ол тек қана консольда шығарып жатыр әзірге. Консольда шығарып жатыр, мына жақта өзгеріп жатқан жоқ. Енді оны өзгерту үшін міне мен мына set count'ты жасап қойғам, әлі қолданбағам. Яғни set count'ты қолданатын боламын. Set count. Тура мынаны көшірдім мына жердегіні. Сақтаймын. Енді бір санды басам, 101 болып кетті. Бірді басқан кезде 2-12 сөйтіп сандар кете береді. Бәрін өшіп тастасам да болады. Қайтадан басқа бір сан жазсам болады. Барлығы жақсы, мен ойлағандай болып жатыр. Енді артық консольдарды алып тастай салайын, сақтаймын. Сонымен біз onChange мен value арқылы біз input'ты контроль жасап отырмыз. Сондықтан бұл controlled input деп аталады. Controlled input. Енді контроль жасай алатынымызды тағы бір дәлелдеу үшін мен бұл жерге тағы бір кнопка қосайын. Тағы бір баттон қосайын да бұның input'тың мәнін тура осымен өзгертіп тастайын. Мысалы 100 деген сан болсын, және change to 100. Change to 100 деген айнымалы функция, function change to 100, және бұл set count, яғни input'тың мәнін 100-ге өзгертеді. Сақтаймын. Яғни жаңартып қойын. Қараңыз, мына жақта 10 тұр, қазір 100 басам, 100-ге өзгеріп кетті. Яғни мен басқа кнопкаларды, басқа функциялардың ішінде мен set count шақыра аламын. Set count бізде естеріңізде болса, ол use дейтін функциясы. Міне set count'ты шақырып, біз input'тың мәнін сол өзімізге керек мағына өзгерттік. Мына жаққа кез келген нәрсе жазып бере аламын. Соның бәрі өзгеретін болады. Енді мынадай жағдай болсын. Бізде тек қана 100 деген сан емес, бізде өте көп сандар болсын. Мысалы 10-нан басталады, 100, 1000, 10.000, сосын 100.000, Әр қайсысына енді біз функция қосып отырған кішкене шаруа болып кетеді. Функциямыз үлкен болса, біздің кодымыз одан сайын өсіп үлкейіп кетеді. Сондықтан біз бір ғана функцияны қалдыруымыз керек. Яғни change to name дей салайықшы. Change to мен қалдырайық. Change to, және мына жаққа әзірге set count алып тастайын. Бұл жерге консоль жазып қойын. Console log, мысалы change деп сөз жазып қойын. Және мына 100-ның орнына енді осыны change to деген ғана функцияны қалдыратын боламын. Сақтаймын. Енді барлығы бар. Мен оларды басып отырмын. Change жұмыс істеп отыр. Өте жақсы. Бірақ қараңыздар, енді мен set count, мысалы 100 дейтін болсам, бүкіл қай функцияны бассам да 100-ге ғана өзгереді. Сондықтан менде мына жерде бір параметр болу керек, n деген, Ол бір қандай да бір санға тең болады. n, ал мына функцияны шақырған кезде сол санды шақыруым керек. Яғни параметрге сол санды жіберуім керек. Мысалы 10, 100 және 1000, Әзірге осылар. Сақтап қойық. Міне сақтадым, жаңартам. Мен мына сандарды басып жатырмын, ештеңе өзгеріп жатқан жоқ. Бірақ қараңыздар, жаңартсам, change деген мына консоль бірден шығып жатыр. Яғни мен кнопканы басып жатқан жоқпын, бірақ change to деген функция шақырылып жатыр. Бұл бірдеңе дұрыс емес деген сөз. Қараңыздар, дұрыс емес неге? Себебі мына жерде мен бірден екі жақшаны қойып жатырмын, change to'дан кейін. Егер естеріңізде болса, біз осылай қоятын болсақ, жақшаны бірден функция, яғни функция бірден шақырылады. Мына жақта маңызды емес, оны клик тұр ма, тұрған жоқ па, ол кейін шақырылу керек па, кейін шақырылмау керек, ол бірден шақырылып, осы консоль шығаратын болады. Қазір мен set count'ты басатын болсам, бұл енді бізде қате болып қалады. Міне too many renders дейді. Яғни біз қайта-қайта өзгерте береді, қайта-қайта рендерса береді. Бұндайдан енді бұлай болмас үшін екші ойланып көрейік. Қараңыздар, мынаны сәл өзгертейік. Мынаның орнына қандай да бір функция берейік та, сол функция мынаны шақыратын болсын. Ол деген сөз былай, қараңыздар, function, мына жерге бір қандай да бір функция жасайым. Жаңадан ол функцияның ішінде change to деген функция шақырылатын болады. Так, бірінші қаралайық істейме екен, сосын барып біз қайтадан түсіндіретін боламыз оны. Мысалы қараңыздар, жаңартам,
мынаны өшіріп тастайын. Так, қараңыздар. 10-ды басатын болсам, changed 10 деген n шығып жатыр, қараңыздар. n, яғни мынау бізде дұрыс шақырылып жатыр мына функция. Тек басқан кезде шақырылып жатыр міне. Басып жатырмын, шақырылып жатыр. Яғни бұл методымыз дұрыс болып тұр. Қазір бәрін осылай өзгертіп шығайын. Өзгерттім, енді тексеріп шығамыз. Мысалы 100-ді басам, changed 100, changed 1000, 10.000 және 100.000. Бәрі істеп тұр. Енді set count қайтадан қайтарам, бірақ бұл жолы енді n-ді берем. Сақтаймын, жаңартып көрем. 100-ді басам, 100-ге өзгерді, 1000-ға өзгерді, 10.000-ға және 100.000-ға өзгерді. Қайтадан 10.000-ға өзгерте аламын. Сонда қараңыздар, біз мына жаққа бір, бұл енді анонимді функция жасау арқылы біз мына change to дегенді біз алдын ала шақырмадық. Біз оны тек onClick басқан кезде ғана шақыратындай жасадық. Енді қалай жұмыс істейді, қайтадан ойланып көрейік. Мына жақта функция ол onClick-қа барады және шақырылмайды. onClick басқан кезде ғана шақырылады және ол change to деген функцияны шақырады. Change to set count, яғни count-ты өзгертетін болады. Сонымен бүгін біз React-ның екінші сабағын аяқтадық. Компонент жасауды үйрендік, property-лермен жұмыс істедік, стильдердің екі түрін үйрендік және оны change әрекетін жасадық. Қосымша мына функциялар егер бірнеше болса, оларды қайталамай бір ғана функцияға өзгерттік. Контент ұнаса лайк басыңыздар. Сіздердің әрбір лайктарыңыз, комменттеріңіз маған үлкен мотивация. Мен осы арқылы басқа да видеолар жасауға шабыттанамын. Лайктарыңызды аямаңыздар. YouTube-та көріскенше.